Қазақ сайлауы жұртқа келген бір жұт. Сайлау жылы мал бағусыз, егін салусыз, пішен шабусыз, малшыдан басқа үйде отырып шаруасын қараған адам болмас. Сайлау жылы жұрттың көбінің мінгені, біреудің арқасы жауыр, құйрығы шолағы, қыдырып ішкені, біреудің қымызы, жатқаны, біреудің үйінің арты. Сайлау жылы қазақ ғұмыры осымен өтеді. 3 жылда бір сайлау сайын жұрт өрт шыққандай, жау шапқандай жан таласып әбігер болады. Әке баладан, аға ініден, туған туысқаннан айырылып, бірі атқа, бірі асқа сатылып сандалады. Европа жұртының сайлауы халыққа тегіс бір үлкен той. Европада халық партия болғанда адаспас ақ жол, адамаспас асқар бел, жұрт ілгері басатын іс қыламыз деп таласады. Сайлаған адамы халық қызметшісі әр орынға сайланғанда мынау білгіш, мынау шешен, мынау көсем, мынау әділ деп әр қайсысын өз орнына сайлайды.